Сәлеметсіздер ме достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге судың ағзаға пайдасы және арықтау үшін суды қалай ішу керектігін айтатын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Артық салмақтан арылғыңыз келе ме? Су ішіңіз. Адамның 80% судан тұрады. Судың пайдасы: қартаю процесін баяулатады, тәбетті төмендетеді, дене температурасының тепе-теңдігін сақтайды, мидың белсенділігін жақсартады, токсиндерді кетіреді, метаболизмді жақсартады және салмақ жоғалтуға ықпал етеді. Егер сіз жеткілікті су ішпесеңіз, не болады? Егер дене суды жеткіліксіз қабылдаса, денсаулыққа байланысты проблемалар туындауы мүмкін. Әртүрлі дене жүйелерінің және психиканың қалыпты жұмысы бұзылады. Статистикаға сәйкес, артық салмағы бар адамдар суды жеткіліксіз мөлшерде тұтынады. Сондықтан салмақ жоғалтуды су режимін орнатудан дәл бастау керек. Су салмақ жоғалтуға қалай көмектеседі? Су тәбетті төмендетеді. Тамақ алдында 1 стакан су ішу 1 тағамға 75 калорияға дейін тұтынуды азайтады. Метаболитикалық белсенділік артады, көп калориялар жағылады. Күніне 2 литрге дейін су ішкен адам орта есеппен 100 калория жоғалтады. Су ағзадан токсиндерді кетіреді. Дене сусызданған кезде бүйректер сұйықтықты сақтайды, яғни олар зиянды заттарды шығара алмайды. Су асқазан ішек жолдарының жұмысын жақсартады, майды жағуға көмектеседі. Суды жеткілікті мөлшерде ішу бұл процесті тездетеді және майдың жағылу жылдамдылығын арттырады. Судың мөлшерін қалай есептеуге болады? Әр адамның тәулігіне судың өзіндік нормасы бар екені бұрыннан белгілі. Бұл дене салмағына байланысты. Оны формула бойынша есептеуге болады. 30 мл-ді 1 кг дене салмағына көбейтеміз. Яғни салмағыңызды 30-ға көбейту керек. Мысалы, сіздің салмағыңыз 60 кг болса, күнделікті су мөлшері 1800 мл. Егер сіз қалыпты мөлшерден аз ішсеңіз, метаболизм баяулайды, көп ішсеңіз, ісіну пайда болады. Сондықтан сіз өзіңіздің нормаңызды біліп, оны сақтауға тырысуыңыз керек. Салмақ жоғалту үшін суды қалай ішуге болады? Айта кету керек, су ішу әдеті біртіндеп қалыптасуы керек. Егер сіз өмір бойы күніне 1 стакан су ішіп, содан кейін кенеттен 2 литр іше бастасаңыз, бұл дене үшін стресс болады. Сондықтан су режимін бірте-бірте орнатуды бастау ұсынылады. Сондай-ақ кейбір ережелерді мұқият қарастырған жөн. Суды аш қарынға бірінші тамақ алдында ішіңіз. Суды тамақтан жарты сағат бұрын және тамақтан кейін 1 сағаттан кейін ішіңіз. Тамақтану кезінде су ішпеңіз. Түнде бүйрекке ауыртпалық түсірмеу үшін судың көп бөлігін сағат 16:00-ге дейін ішіңіз. Кішкене жуынтыммен ішіңіз. Бөлме температурасындағы суды ішу керек. Жаттығулар бар күндерде нормадан артық ішуге болады. Барлық кеңестерге сүйене отырып, сіз салмақты тиімді және тез жоғалтасыз. Ең бастысы, денсаулыққа зиянсыз. Ал суды ұмытпау үшін телефоныңызға күндізгі уақытта белгілі бір аралықта су ішу керектігін еске түсіретін қосымшаны орнатуға болады. Су ішу арқылы арықтау ең тиімді тәсіл болып табылады. Ең бастысы, денсаулыққа зияны жоқ. Достар, сіздер де суды осылай ішіп көріңіздер. Видео сіз үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.